Таяу және орта шығыстағы ежелгі империялар қалай қуатты болды? Біздің заманымыздан бұрынғы 10 ғасырдан бастап біздің заманымыздың 6 ғасырына дейінгі кезеңде алдыңғы Азияда бірнеше қуатты империя болды. Ассирия державасы. Біздің заманымыздан бұрынғы 17 ғасырда Ассирия өрлеу кезеңін басынан кешірді. Металл мен ағаштың тапшылығы, жерлерді басып алу және құл иелену талпынысы ассириялықтарды соғыс жүргізуге итермеледі. Сонымен бірге олар қолайлы сауда жолдарына бақылау орнатуға мүдделі болды. Ассирияның әскері жаяу әскерден, салт аттылар мен қос дөңгелекті арбалардағы жауынгерлерден тұрды. Қару-жарақ қоладан, темірден жасалды. Барлау қызметі де табысты жұмыс атқарды. Бізге жеткен мәліметтер бойынша әскер саны 120 мыңға дейін жеткен. Ассирия патшалары жеңілген халықтарға аса қаталдықпен қарады. Держава кеңейді. Оны тиімді түрде басқару қажеттілігі туындады. Барлық билік патшаның қолына шоғырланды. Мемлекеттің халқы бірқатар ауыр салықтар төлеуге міндеттелді. Жаулап алынған аумақтар провинцияларға бөлінді. Оларды әкімдер мен шенеуніктер басқарды. Суландыру жүйесінің жетілдірілуі, жаңа еңбек құралдарының қолданысқа енгізілуі, жүзім шаруашылығының, бау-бақша кәсіптерінің дамуына әсер етті. Мал басының саны да арта түсті. Металлургияның дамуы жақсы жолға қойылды. Жаңа Вавилон империясы. Вавилондықтардың басты кәсібі егіншілік болған. Алқапты дала аймақтарын суғару үшін көптеген канал қазылды. Қолөнердің көптеген түрі дамыды. Вавилон патшалығы халықаралық сауда ісінде делдал қызметін атқарды. Мұнда бүкіл әлемнің тауарларын табуға болатын еді. Патша сарайы төңірегіндегілер қоғамның жоғарғы табын құрады. Патшаға жоғарғы шенеуніктер, елшілер, патша туыстары бағынды. Абыздар қоғамда құрметке ие болды. Қарапайым халық еркін тұрғындар мен құлдарға бөлінді. Вавилонның күшеюіне екінші Навуходоносор патша зор үлес қосқан. Оның тұсында қала берік қамалға айналды. Алайда ол дүние салғаннан кейін абыздар мен шонжарлар арасында билік үшін күрес басталды. Әлсіреген Вавилон патшалығы біраз уақыт парсыларға салық төлеп, жартылай тәуелді болды. Парсы патшалығы. Парсылардың құдіретті патшасы бірінші Дарий жаулап алу соғыстарын белсенді жүргізді. Оны патшалардың патшасы деп те атады. Мемлекетті тиімді басқару үшін ол реформалар жүргізді. Империя аумағы 20 облысқа, сатрапияларға бөлінді. Сатрап қызметіне парсы ақсүйектері тағайындалды. Дарий салық жинаудың жаңа жүйесін енгізді. Салық төленбегені үшін аса ауыр жаза тағайындалатын. Патша аса ірі шенеуніктер аппаратына арқа сүйеді. Бағындырылған мемлекеттердің дәстүрлі құқықтары негізінде империяның ортақ заңдары құрастырылды. Парсы елінде қолөнер, құрылыс ісі дамып, сауда-саттық гүлденді. Сауда әлемінде ұзақ уақыт бойы негізгі валюта ретінде алтын дарик қолданыста болды. Парсылардың әскері салт аттылар мен жаяу әскерден, сонымен бірге әскери қос дөңгелекті арбалардан құралды. Негізгі қару әскери садақ болды. Парсы патшалары мықты әскерді ғана емес, сонымен бірге дамыған мемлекеттік басқару жүйесін де қалыптастырды. Бұл олардың бүкіл алдыңғы Азияда үстемдік етуіне жағдай жасады. Алайда бағындырылған халықтардың жиі бас көтеруі империяны әлсіретті.